Тамыз айының екінші жексенбісі құрылысшылар күні айтулы мереке қарсаңында облыс әкімі Ербол Қарашөкеев бір қатар құрылысшыларды марапаттап, сый құрмет көрсетті. Салтанатты жиыннан әріптесім Гүлзат Сейдуллақызы тарқатады. Құрылыс саласы экономиканың негізгі тірегінің бірі. Бүгінгі таңда елімізде бұл сала қарқынды даму үстінде. Мәселен, Жамбылда өткен жылы 127,1 миллиард теңгеге 124 әлеуметтік нысан пайдалануға берілді. Биылда бұл көрсеткіш жаман емес. Әріптестер, сіздерді кәсіби мерекелеріңіз құрылысшылар күнімен шын жүректен құттықтауға рұқсат етіңіздер. Сіздер ел игілігі үшін еңбек етіп, халықтың әл-ауқатын арттыруына зор үлес қосып келесіздер. 2025 жылы құны 205,9 миллиард теңгені құрайтын 185 жоба іске асырылуда. Атап айтсақ, 52 көпқабатты тұрғын үй, 26 жаңа мектеп, 9 денсаулық сақтау, 15 спорт, 12 мәдениет, 5 ауыл шаруашылық нысандар және 61 инфрақұрылым жобалар. Қазір облыста зәулім әдемі салынып жатқан құрылыс нысандары көп. Мұның бәрі осы салада тер төгіп жүрген құрылысшылардың ерен еңбегінің нәтижесі. Сондықтан бүгін өңір басшысы сала қызметкерлерін сый құрметке бөледі. Бүгін құрылысшы күн мереке күніне мен облыс әкімінен құрметті грамотамен марапатталып жатырмын. Өте қуаныштымын, үлкен рахмет. Бәрін осы мейраммен құттықтаймын. Құрылыс біздің облыста, мына Қазақстанымызға қарағанда ең бірінші орында жүре берсін. Құрылыстың қарқын алып өсуі экономиканың жақсарғандығының белгісі. Күннің ыстық суығына қарамай талмай еңбек еткен құрылысшылардың адал бейнеті қашанда мақтауға лайықты іс. Гүлзат Сейдуллақызы, Айқын ақпарат.